Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте жұмсақ әрі өте дәмді болып шығатын етті бәліш дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма жазылып қойыңыздар. Етті бәліш үшін бізге жұмыртқа, қаймақ, ерітілген сары май, тұз, қопсытқыш және де ұн қажет. Толық мөлшерін описание бөлігінде көрсететін боламын. Шұңғыл ыдысқа жұмыртқамызды, тұзды, қаймақты және ерітілген майды қосып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң, ұнымызға қопсытқышты қосып араластырып аламыз. Ұнымыз бен қопсытқышты електен өткізе отырып, жаңағы сұйық массамызға қосып, қамыр илейтін боламыз. Жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болған соң, пищевой пленкаға орап, 30 минутқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Пирогымыздың салмасын дайындаймыз. Картошканы майдалап, кубиктап турап аламыз. Картошкамызды турап болған соң, пиязымызды тураймыз. Пиязымызды турап болған соң, қысып тұрған майға қуыратын боламыз. Жұмсарғанша қуырып, оған таршымызды саламыз. Дәміне қарай тұз, бұрышын қосып, 5-10 минуттай қуырамыз. Содан соң оған картобымызды қосатын боламыз. Шамамен 5 минуттай қуырып болған соң, бір ыдысқа салып суытатын боламыз. Тоңазытқыштан қамырымызды шығарып, екіге бөлетін боламыз. Бір бөлігін үлкен, екінші бөлігін сәл кішкентай қыламыз. Бірінші үлкен бөлігін пергамент қағазына жаямыз. Қалыңдығын 4-5 мм-дай қылып жаятын боламыз. Қамырымызды жайып болған соң, жиегінен 2 см қалдыра отырып, ортасына салмамызды салатын боламыз. Қамырымыздың екінші бөлігін жаямыз.
Бұл бізде етті бәлішіміздің үстіңгі бөлігі болады. Астыңғы қамырымыз бен үстіңгі қамырымыздың шеттерін бір-біріне қосып жапсырып шығамыз. Етті бәлішіміз әдемі көріну үшін мына қосқан жиектерін ішіне қарай қайырып шығамыз. Сонда пирогымыз шамалы әдемі көрінетін болады. Кішкене қамыр алып, гүл немесе басқа да оюлар жасап, пирогымызды сәндеуге болады. Етті бәлішімізге жұмыртқаның сарысын жағамыз. «180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіреміз. Етті бәлішіміз дайын, ас болсын. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Каналыма жазылуды ұмытпаңыз.